Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli bауырлар, Құран кәрімді тәжвидпен оқуды жалғастырамыз. Бүгін Кәусар сүресі әдеттегідей бірінші оқып өтем, кейін жаңағы тәжвидтерін айтып өтем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر İnna a'taynaka degende mət munfasıl var. Mət munfasıl деген birinci söz mətмен bitеді, екінші сөз хамзамен басталады. Mət munfasıl 4-6-ға созылады. Мында жерде 4-6-ға созасыз. Инна дегенде a'taynaka дегенде нәні 2-ге созасыз. A'taynakal нәні созасыз. Кәусар фасолли лираббика ванхар. Вообще ештеңе жоқ мына жерде. Инна дегенде мына жерде идғамул мутамасилайни инна деп ұстайсыз. Екі әріп бірден ал. Инна. Мына жерде екі нун ғой, бірінші нун сукунды, екінші нун харакатты ғой. Сондықтан мына жерде көп шәкірттер инна деп тағы да созады, мына жерде созылмайды. Ин деп ұстайсыз, бірақ нәні созбайсыз. Инна. Ша созылады екіге. Мәт табиғи. Шәниәка huval abtar. Necde qalqala abtar. Necde qalqala әрпі болады. Bismillahirrahmanirrahim. Tағы да бір оқып өтейік. Inna a'taynakal kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Осылайша оқылады бауырлар. Үйреніңіздер, қараңыздар, түсінбеген жерлерін сұраңыздар міндетті түрде, иншалла. Құрметті бауырлар, каналымыздың дамуына көмектесем десеңіздер, әрдайым есігіміз ашық. Әр дәрісіміздің астына описаниеге карточка реквизиттерін қалдырамыз. Сауапты істе, иншалла, бірге болайық. Ва ахиру дағвана алхамдулиллахи раббил аламин.